Сәлем баршаңызға, сіздермен Бибінұр Хамид қызы. Бүгінгі эфирде мен сіздердің Инстаграм туралы ойларыңызды кеңейтуге тырысамын. Егер де видео сіздерге пайдалы болса, онда менің каналыма тіркеліп, пальчикті жоғары қарай басып, егер сұрақтар пайда болған жағдайда төменге комментарийге жазып кетіңіздер. Ендеше бастайық. Әдетте мектеп оқушыларына қиын сабақты түсіндірген уақытта қарапайым өмірмен салыстырады. Мысалы геометрия сабағында біздер кеңістіктегі фигураларды зерттеген уақытта біздер мысалы бөлмені төртбұрышты етіп алайық, төртбұрышты деп алайық, диагоналды осылай жүргізіңдер деп мұғалім мектепте елестететін. Дәл сол сияқты мен сіздерге Инстаграмды қарапайым өмірдегі журналмен салыстырғым келеді. Қараңыздар, бұл біздің Орал қаласында шығарылатын «История успеха» деп аталатын журнал. Глянцевый журнал, бұл журналдың ішінде біздің жанұямызда бар. Енді қараңыздар, Инстаграм мен журналдың арасында қандай байланыс бар деп ойлайсыздар? Неке біздің жанұямыздың шыққан бөлімі бұл деген. Егер де кафелерден көріп жатсаңыздар, қарасаңыздар болады осы қыз жібек тұрған бөлімін. Қараңыздар, бір журнал деп алайық, тек қана «История успеха» емес, барлық журналдың өзінің редакторы болады, тілшісі болады, және де фотографы болады, дизайнері болады, реклама жөніндегі бөлімі болады, журналдың. Дәл сол сияқты Инстаграмда журнал іспетті. Ол сіздің журналыңыз. Әр журналдың өзінің рубрикасы болады, тек қана мысалы әйелдер шығаратын бөлімі, тек кафелерді шығаратын бөлімі, және бизнесмендердің бөлімі бар, Оны журналда рубрика деп айтады. Дәл сол сияқты сіздің де Инстаграмда түрлі рубрикаңыз болады. Сіз өзіңіздің Инстаграмыңыздың фотографысыз, редакторсыз, пост жазушы, тілшісіз. Және рекламаның да қабылдайтын бөліміңіз бар деп есептейік. Әр журналдың өзінің аудиториясы болады. Бұл журналды көбіне бизнесмендер қарайды. Бұл журнал салондарда тұрады, кафелерде тұрады. Дәл сол сияқты кез келген Инстаграм аккаунтының өзінің аудиториясы болады. Сіз қандай бағытта Инстаграмды жүргізіп отырсыз, өзіңіздің целевая аудитория дейді, яғни мақсатты аудиторияңызды білуіңіз қажет. Инстаграмда, Гуглда целевая аудитория деп ашсаңыз, түрлі мәліметтер шығады. Өзіңіздің целевая аудиторияңызды зерттеңіз. Әр журналдың өзінің аудиториясы болғандықтан, халық оны көріп оқитындықтан, журналға не береді? Реклама береді, Инстаграмдағы блогерлерге дәл сол себептен де аудиториясы болғаннан кейін, көп оқылатын блог болғаннан кейін реклама береді. Мысалы, кейбір адамдар түсінбеуі мүмкін, осы блогерлерге сатқа тегін нәрсе береді деп түсінбеуі мүмкін, Өйткені блогердің оқитын аудиториясы болғандықтан, сол аудиторияға тікелей шыққысы келгендіктен реклама береді. Журналда реклама ақылы ма? Ақылы. Дәл сол секілді Инстаграмдағы блогердің жарнамасы ақылы. Бірақ қараңыз, журнал мен Инстаграмдағы блогерге берген жарнамен салыстыратын болсақ, журналды адамдар тек қана мысалы кафеге тап болған кезде, ресторанға тап болған кезде оқиды, алдынан қай жерден шығады, сол кезде көзіне түседі. Мысалы, қазір мен күшті бір квартираны көріп тұрмын, біздің кафені көріп тұрмын, Кренделия деген, қолға тек тап болған кезде ғана түседі. Мысалы, мен осы Кренделияда дәл осы санын көрген болатын журналдың. Дәл сол сияқты енді Инстаграммен салыстырып көрейікші. Инстаграм біздің күнделікті өмірімізге етене еніп кеткен телефондағы желі, әлеуметтік желі. Адамдар таңертең тұрғаннан, көзін ашқаннан телефонда. Сіз де солардың қатарынансыз. Ұйықтап кеткенше, бесік тербетіп отырып, ұйықтап кеткенше біз телефоннан түрлі ақпараттарды қабылдаймыз.
сіңіреміз. Солай ғой, иә? Енді қараңыз, жарнаманы блогерге берген тиімдірек пе, журналға берген тиімдірек пе? Бағасы тіпті журналдікі мысалы қымбаттау болуы мүмкін. Я болмаса блогердікі қымбаттау болуы мүмкін, бірақ енді бұл жерде журналдың сапасына қарай болса, мысалы жүздесу деген өсекші журналдар бар, иә, журналдың сапасына қарай дәл сол сияқты аудиторияның да өзінің сапасы болады, әр блогердің өзінің сапалы аудиториясы болады, өзіне беріп отқан контентіне сай. Осыны логикалық түрде өздеріңіз ойларсыздар. Енді екінші мысалға кірсек, мен Инстаграмды немен байланыстырар едім? Қараңыздар, менің қолымда түрлі визиткалар бар. Мен вообще негізінен визиткаға бай адаммын. Кітаптар әлемі дейді, Фавайт KZ дейді, Суперстарт дейді, Еркін Инвест дейді, Мебель на заказ дейді, тағы қандай бар мұнда, Сантехника дейді, Госсауда дейді, Гоусауда дейді, Қазіргі таңда негізінен визиткалардың жалпы заманы, дәурені өтіп бара жатыр. Оның орнын не басты? Оның орнын әрине Инстаграм басты. Мен жалпы Инстаграмды қолданушыларды осы Инстаграмды визитка ретінде пайдалануға шақырамын. Қараңызшы, елестетіп көріңізші, сіз мұғалімсіз, иә? Ата-анамен кездесіп қаласыз, ата-анаңыз сіздің фамилияңызды, аты жөніңізді біледі. Сосын қызық үшін Инстаграмға теріп қарайды, сіздің инста парақшаңыз атып шығады, қарайды. Ол жерде сіздің жаңағы қызметіңіз, кітап шығарған болсаңыз, шығарған кітабыңыз, я болмаса сіз бәлкім бір ентідағы сіз жюри шығарсыз, балаларыңыз олимпиададан орын алып жүрген мұғалім шығарсыз, категорияңыз тұрса, қандай керемет, е? Одан кейін ары қарай түсе бергенде сіздің оқушыларыңыздың жетістігі тұрса, е? Мысалы, бір оқушыңыз олимпиададан орын алды деп, одан кейін сіздің қатысқан семинарларыңыз, өткізген ашық сабақтарыңыз тұрса, визитная карточка ма? Визитная карточка. Қазір мысалы мектептен бөлек жеке мектептер өте көп, иә? Жеке мектептер қашанда мұғалімдер іздейді. Сол кезде математика пәні мұғалімі деп жаза қойып Инстаграмға, сіздің аккаунтыңызға кіре қойып, өздері хабарласып бізге жұмысқа келесіз бе десе, керемет емес пе, иә? Сіз мектепте сабақ бересіз қарапайым, және бір бөлек частный мектепке 1-2 сағатыңызды барып беріп кетесіз, қосымша ақшаңыз. Енді сіздерге бір мысал ғана келтіріп өткім келеді. Мен мысалды бірінші видеода айтқан болатынмын, ауадан алмаймын, кітаптан алмаймын, менің өзімнің кейстарым бар. Сол кейстардың бірі ол Риза Талапова парақшасын видеоға қоямын. Егерде сіздер бақылап қарайтын болсаңыздар, білім ОБТ химия деп тұр, иә? Яғни бұл кісі мұғалім, химия пәнінің мұғалімі. Және егерде сіз осы шапка профилісіне бір көз жүгіртсеңіз, қарапайым ғана мұғалім. Білім Орал негізін салушы, химиядан оқу құралдар авторы, педагогика ғылым магистрі, IT лицей мұғалімі, жеке репетитор, инста пайдалы ермегім. Осы шапка профиліні құрастыруға мен тікелей атсалысқан болатынмын. Және парақшасына кірсең, тек өзінің мұғалімдік қызметіне байланысты және аздаған, тек 20% шығар, өзінің жеке өміріне қатысты жолдасын көрсетіп қояды андасында. Жақында сәбилі болды, сол өзінің өмірін аздап қана көрсетіп қояды. Парақшасына кіресің, кәдімгі байсалды мұғалім екені көрінеді. Мысалы, ата-ана өзінің баласына репетитор іздейді, химия деп жазса, бірден Инстаграмнан Риза Талапованың парақшасы атып шығады. Тексеріп көріңіздер. Химия ОБТ деп жазса, ОБТ-ға баласын дайындағысы келсе де, осы Риза Талапованың парақшасы атып шығады. Керемет емес пе, иә? Өзіне қосымша реклама бір жағынан. OLX-қа салып қажет емес, OLX-тан іздемейді адам. Қазір барлық ақпараттың барлығын адамдар Инстаграмнан іздеп үйренген. Үйренген нәрсені сіздер пайдаланып үлгеріп қалу керексіздер. Көрдіңіздер ғой, иә? Сондықтан осы мәселе жөнінде ойланыңыздар, және осы шапка профилі жай ғана құрастырылып қана қойған жоқ. Оның құрастырудың белгілі бір реті бар.
оны мен келесі сабақта үйретемін. Тағы да бір мысалмен бөліскім келеді. Біреулер ойлауы мүмкін ғой, Инстаграм туралы Бибінұр түсіндіріп жатыр, ол тек блогер боламын дейтіндерге керек шығар деп. Блогер емес, қарапайым қызметкер болсаңыз да, сіздің Инстаграмыңыз туралы, тіпті банкте жұмыс жасаңыз да, кассир болсаңыз да, бухгалтер болсаңыз да, сіздің қандай қызметкер екеніңізді көрсетуге өте жақсы құрал екенін көрсеткім келді. Тек блогер болмай ақ қойыңыз, бірақ Инстаграмыңызды дұрыстауды білсеңіз, Инстаграмыңызды қызметіңізге қатысты ұтымды пайдалана білген, ол жақсы дегім келеді. Сондай кісілердің бірі мен тікелей Инстаграмын дұрыстауға көмектескен жан, менен кеңес алған. Бұл шаңырақ орталығында реабилитолог Асылбек ЛФК реабилитолог деген парақшасы, тағы да қойып кетемін, қарайсыздар. Ол кісі жасы үлкен кісі. Біздер деген ол кісі ЛФК-ға келді, балаларға ем жасауға келді. Алматы қаласынан уақытша тек 10 күнге келді. Сосын мен ол кісінің жұмыстарын видеоға түсірдім. Менің жұмыстарым ол кісіге ұнады. Сен асқар тауым еңселісің, қадір мен қасиеттің өлшемісің. Алатаудай басыңды ала сарпай, адам болып келемін мен сен үшін. Инстаграм туралы жақсы білетін сияқтысыз деп, сосын біз обед ішіп отырған кезде маған түрлі сұрақтарын қойып, сосын кейін мен оның Инстаграмын дұрыстап бердім. Ол кісіге қатты ұнады. Мысалы, өздеріңіз де баға беріп жіберсеңіздер болады. Асылбек ЛФК реабилитолог деп парақшасын қойдық. Реабилитация деп жазған уақытта ол кісінің парақшасы шығады. Енді қараңыздар, ЛФК инструктор со стажем 11 лет. Көрдіңіз, ол кісінің 11 жыл стажы бар екенін көрсетіп тұр. Визитная карточка ма? Визитная карточка. Отец особенного ребенка дейді. Ол кісі ерекше балаларға массаж жасайды. Өзінің баласы особенный ребенок екен, е? Отец особенного ребенка деп тұр парақшасында. Бесплатная консультация. Тегін кеңес береді. Және прием по записи, ар жағында өзінің номері тұр. Ол кісі ешқандай да блогер емес, өзінің жұмысын жасап отырған адам. Бірақ та көп ата-ана біздің Қазақстан бойынша ол кісіні таниды, біледі, маман ретінде мойындайды. Парақшасында өзінің жұмыстарын салып отыр. Ол кісі блогер емес. Көрдіңіздер ғой, иә? Мен осы парақшамен жұмыстанған болатынмын. Және история деген отзывы және сертификаты біз бірге отырып салған болатынбыз. Менде қызым толып тұр деп бәрін жіберді, мен бәрін салып бердім. Мысалы, осындай қызмет керек болса, маған дайректке шықсаңыздар болады. 3 сағаттық мен сіздерге консультация жүргізіп бере аламын. Қаласында болсын, басқа қалаларда болсын, Инстаграмды визитка ретінде пайдаланыңыздар дегім келеді. Гинеколог, мысалы, гинеколог дәрігер. Бізде Орал қаласында Инстаграмын жүргізетін гинеколог дәрігерлер өте аз, жоқ десе де болады. Тіпті менің өзім қаралатын гинекологтың парақшасына кіріп барсаң, тек балалармен түскен фотолары тұр. Ал менен сұрайды, жақсы гинекологтың парақшасын жіберіңізші дейді, кіріп барады, ішінде тек қана балалармен түскен суреттер. Ол кісінің қандай маман екені, біліктілігі ана Инстаграмнан көрінбейді. Мен айтамын, әттең құттай бір айына 1 рет болсын өзінің қандай жаңағы білімін арттыру курсына барғаны. Олар деген барып тұрады ғой, мысалы деген Алматыға барып бір оқып келеді, Самарға барып бір оқып келеді. Сол өзінің мысалы актуальный бөлімінде мои сертификаты деп сертификаттарын салып қойса, қандай керемет, е? Істеген жұмыстарын салып қойса, тіпті WhatsApp-қа рахмет деп бір ауыз сөз жазып жіберсе, келуші пациенті, соны Инстаграмға салып қойса, қандай керемет болар еді, адам оған сеніп барады, клиенті, мысалы, пациенті, е? Мінекей, сондықтан да мен айтам, әр кез айтып жүрем, Инстаграмды дамыту керек, Инстаграм туралы оқу керек, өзіңіздің кім екеніңізді, қандай жұмысшы екеніңізді Инстаграмда көрсету керексіз. Сол кезде сіздің табысыңыз артады. Сіздің жалпы кім екеніңіз сол Инстаграмда көрініп тұрады.
қысқаша ғана мәліметті инстаграмға салып қойғанды мен дұрыс деп есептеймін. Сіздерге жалпы инстаграм деген ол ауқымды тақырып, ол жерде ақпарат өте көп. Ең бастысы мен сіздердің кішкене болсын инстаграм туралы ойларыңызды кеңейтіп, өзгертіп, инстаграмды дамытқан дұрыс екен ғой деп кішкене дән еккім келді. Жетілдіріп, толғанып, ойланып, бәлкім осы 1-2 күннің ішінде сіздерге идея да келіп қалар, қай бағытта дамытам деген. Және мен келесі сабақта өзіңіздің инстаграмдағы бағытыңызды таңдау, ниша таңдау, шапка профиліні қалай әсемдейміз, оңай жолдарын бөлісетін боламын. Сұрақтарыңыз болса комментарийге жазып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Егер де осы ақпарат пайдалы болар ау деген таныстарыңыз болса, жолдап отырыңыздар. Сау болыңыздар.